как обычно, ответственный уақытта, как всегда, қасында. Мария Ремер Маша, және менің Бонни, Дива Бонни. Вот так. Осылай жауапты ответственный кезде только өзіңнің роднойларына сенесің ғой. Рахмет, қыздар, кешке қонақта күтемін. Тойда. Прическа. Макияж готова, қазір Боннина. Сықайтат, писақ мен тонка. Достар, алсаке, той құтты болсын. Рахмет. Мінекей Асылжан мен Жансаяның және немереміз Айсұлудың бір жас тойы, бақыт тойы, барша қонақтарымызды күтудеміз. Той құтты болсын. Ал жақсы ендеше достар, бүгінгі видеоның бәрін тікелей эфирге рилсқа салып отырамын, күтіңіздер. Хайырлы күн деп әуежайдан кіріп келейін. Аллаға шүкір, осы айдың басынан бастап деймді, әуежаймен дос болдық. Айдың қалай өтіп кеткенін білмей қалыппыз. Кеше ғана бірі басталған сияқты. Бүгін уже 26-сы. Алматыға жол тартып бара жатырмыз. Айгүл досымның ұлының тойы, Құдай қаласа. Дос дегенде көңіл бөлек қой. Жақын адамың дегенде көңіл бөлек. Жақын адамың дегенде басқа жоспар деген не рассматривается депті ғой баяғыда біреу. Алла жол амандығын берсін. Кеттік. Ал достар, тойдың басталуына санаулы минуттар қалды. Мына жақта официанттар дайын, мына жақта қызу Гүлнұрдың бастамасы міне. Тілек тоз бас деген былай болып жатыр. Аяқта мынау дейсің ғой. Сәбит мынау әшки.